үйде бала бағып отырған таныстарыңыз болса, осы сөздерді айтпаңдаршы, өтініш. Үйде отыра берме, жұмысқа шықсай, балаларың өсіп қалды ғой, не істейсің үйде отыра беріп деген сияқты да. Қайсы әйел жұмысқа шыққысы келмейді, барлығы жұмысқа шыққысы келеді. Мысалы, менің де жұмысқа шыққым келеді. Қазір үйде балаларыма қарасатын адам болмағандықтан үйде әрең отырмын, үйде байлап қойған сияқты да. Әйел адам жұмысқа шықса, өзіне қарап бастайды, жан жағында араласып бастайды, коллектив болады, арасында тойға, туған күнге барып бастайды да. Негізі өзі өсіп, дамып бастайды. Әйел адам бар жұмысқа шыққан жақсы негізі. Қайсы шыққысы келеді, бәрінде шыққысы келеді. Кейіннен азып кетіпсің ғой, семіріп кетіпсің ғой деген сөздерді айтпаңдаршы. Әйел адам бала туған соң гормондар ойнайды, азады да, семіреді да, бұрын нені сақтап та тұрмайды ғой. Кейде енді бар шығар, қатты диета ұстап сақтап жүретіндер бар шығар. Енді мен өзім ондай диета ұстап сақтап жүре алмайды екенмін, бірақ кейде асып қаламын, кейде толысып кетемін. Менде екеуі де нормада, былай ойнап тұрады да. Кейбір енді толық әйелдердің көңіліне келуі мүмкін деген сияқты ғой. Кейіннен кейбір әйелдер болады, вообще семірмейтін, жеп ішсе де семірмейтін, етке шықпайтын әйелдер де болады. Олардың да көңіліне келеді деген сияқты ғой. Байқап сөйлеген дұрыс қой. Кейіннен мынандай сөздер бар, және үйің жайрап жатыр, жинамайсың ба, бәрі жерің жайрап жатыр, салақ қатынсың ба, не істеп отырсың, азалы кеш, күйеуің жұмыста ғой, сен жұмыс істеп жатқан жоқсың, уақытың бәрі қақа кетіп жатыр, азалы кеш телефон шоқтап отырсың ба деген сөздерді айтпаңдаршы, өтініш. Әйел адам болған соң үйіңді жинайды, сыпырады, тазалайды, балалардың шай тамағын да береді, бәріне үлгеруге тырысасың. Кеште күйеуің келсе, күйеуіңді шай тамағын жөндеп беріп, бәрін оның да көңілін табуға бәріне тырысасың ғой, әйел адам деген. Бірақ үйді күнде жинайсың, жинаған көзге көрінбейді, шашылады, бүлінеді. Қазір жинап кеттің, қазір жайрайды. Кейде үйдің жұмыстарында да әйел адам демалып тұру керек. Сондай сөздерді айтпаңдаршы, өтініш.